Құрметті достар, бүгін біз қазақ тіл пәнінен екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Біз бұл жерде жол белгілерін білудің қандай маңызы бар деген сұраққа шағын мәтін құрап жазуымыз керек. Жол белгілерін білудің қандай маңызы бар? Жол белгілерінің маңызы адамдар өз өмірін сақтап қалу үшін қажет. Адамдардың кейбіреулері жол апатына ұшырайды. Оның себебі адамдардың бәрі жол қауіпсіздігін сақтамайды. Егер сақтап абайлап жүрсе, ешкімде зардап шекпейді. Жол белгілерін адамдар да көліктерде білуі қажет. Жолаушыларға арналған ақ сызықтар немесе бағдаршам орнатылады. Көліктерге де солай. Бағдаршамның қызметі жол қауіпсіздігін сақтау дегенді білдіреді. Бағдаршамның үш түсі бар: қызыл, сары, жасыл. Қызыл түсі тоқта дегенді білдіреді, сары түсі дайындал деген мағынада, ал жасыл түсі жүр деген мағынаны білдіреді. Одан да басқа жол белгілері бар. Мысалы, жер асты жолы, велосипед жолы, балалар жолы, айналма қозғалыс, солға, оңға жүретін қозғалыс, адам жүруге немесе жүруге болмайтын белгілер. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.